Кайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай сабыннан жасаған гүлдерге оформление жасайтын боламыз. Осы оформление жасау үшін қажет заттарды экранға көрсетіп кетемін. Гүлді осылай оформление жасау үшін бізге осындай тишу қағазы керек. Тишу қағазын біз керек мөлшерде кесіп алатын боламыз. Неге қағазымызды да қиып алдық, енді осынай әдемілеп осылай қайырып алатын боламыз. Неге қағазымызды дайындап алдық, келесі қағазымызды да дәл осылай қайталап шығатын боламыз. Ендігі бізге осындай қатқыл гүл орайтын қағаз керек болады. Бұны да керек мөлшерде қиып алатын боламыз. Қағаздарымыздың барлығы дайын болды. Ендігі бұл қағаздардың барлығын кедергі жасамау үшін бір шетке ысырып қоятын боламыз. Енді бізге осындай шпажкалар керек. Бұл шпажкаларды біз сабыннан жасалған жапырақтарымызға қадап шығатын боламыз. Мінекей біздің жапырақтарымызды дайын болды. Енді кезек осылай шпажкаға гүлдерімізді де қадап шығатын боламыз. Қызғалдақтарымыздың барлығын қадап шықтық. Енді кезек пиондарымызды да дәл осылай шпажкаға қадап шығатын боламыз. Гүлдерімізді дайын болды. Ендігі кезек осы гүлдерді, жапырақтарды бір-біріне скотчтың көмегімен біріктіретін боламыз. Гүлдерімізді әдемілеп біріктіріп алдық. Ендігі кезек тишу қағазымен сәндеп шығатын боламыз. Бірінші букетімізді тишу қағазымен сәндеп шықтық. Келесі букетімізді дәл осылай барлығын қайталап шығатын боламыз. Букетімізді де тишу қағазымен сәндеп болдық. Ендігі кезек осы қатқыл гүлге арналған қағазымызбен сәндейтін боламыз.
бірінші букетімізді осылай қатты қағазбен әдемілеп сәндеп алдық. Енді осы қағаз ашылып кетпеу үшін скотч жабыстыратын боламыз, және де лентамен әдемілеп әсемдеп шығатын боламыз. Осылайша бірінші букетімізді әдемілеп әсемдеп дайындап қойдық. Ендігі кезек келесі букетімізге көшеміз. Бұл букетімізді де дәл осы видеодағыдай барлығын қайталап шығатын боламыз. Міне біздің гүліміз аяқталды, осындай әдемі букет шықты. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыз. Және де мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз.